Сәлем менің жақсыларым. Құрсақ қуысын ультрадыбысты зерттеу немесе орысша айтқанда УЗИ органов брюшной полости. Егер осыны сізге дәрігер тағайындаған болса, яғни зерттеуге біз қалай дайындаламыз? Каналыма жазыл, қазір бәрін айтып өтем. Яғни осы зерттеуге 2-3 күн қалғанда ішіңізде газ түзетін әртүрлі тағамдардың бәрін 2-3 күн қалғанда доғару керек. Олар қара нан, сүт және газдалған су және сусындар, жемістер, көкөністер және алкогольді ішімдіктер, сок немесе шырын және әртүрлі ұннан жасалған кондитерлік тағамдар. Осы тағамдарды қолдануға болмайды. Егер сізде ешқандай қарсы көрсеткіштер жоқ болса, әртүрлі энтеросорбенттер стандартты дозировкада қолдануға болады. Олар полисор, полифепан және энтеросгель болып табылады. Осы зерттеуге 1-2 сағат қалған кезде, егер клизма жасасаңыз, өте тамаша болады. Ультрадыбысты зерттейтін дәрігер бүкіл ағзаларыңызды ешқандай кедергісіз көре алады. Дәрігер құрсақ қуысының әртүрлі патологияларын зерттейтін болғандықтан, сіз қандай дәрілік заттарды ішіп жатырсыз, оның бәрі маңызды. Егер сіз дәрілік зат ішетін болсаңыз, оны міндетті түрде осы сізге ультрадыбысты зерттеу жасап жатқан дәрігерге айтыңыз. Және бұл зерттеуді колоноскопия, гастроскопия зерттеу әдістерінен кейін жасауға болмайды. Яғни комментарийға жазып өтіңіздер, сіздер осы зерттеу әдісін өттіңіздер ме және қалай дайындалдыңыздар? Ақпарат пайдалы ма? Пайдалы болса, таныстарыңа жібер, достарыңа жібер және менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпа. Сау саламат болыңыздар, сіздермен болған Бегім Талапқызы.